Селям алейкум, урметли телесерджелер, сізмеле телеканалында хаберлер информацион программасыны сейретесін. Студияда мен Лилия Веджа Чалышам ве бүгін юз берген вақиялар ақында тариф етеміз. Назырлер шурасының сабық ресмуавені бұю көлемлі хабарчылық себебінден яқаланды. Мной была назначена проверка антикоррупционным комитетом ряда направлений деятельности господина Казурина. Грес қасабасында юз берген фажиа патлав нәтижесінде бір инсан иляк олды. Потушили пожар, когда зашли в квартиру, уже женщина уже умерла. Бүгін Қырым-Татар милли арекет иштиракчысы Диляра Мухтеремова сонки yolға озғардылар. Бақча эли кой сакинлері экологи қаза юз бережегінден сақыналар, оларның екене өзеніне черкев сувлары ақызыла. Вся вот эта нечищенные стоки попадают в дренажную канаву и дальше по дренажной канаве в речку Малая Карасевка. Назырлер шурасының сабық рейс муавені яқаланды. О ғайет бұю көлемде хабар алуыда қабатлана. Бұл Русия тақиқат комитетінің сайтында хабер етіле. Тақиқат малюматларына көре кечкен сенінің август айында декабрь айына же бұл инсан арада да бір адамны құланып, евел ағлашқан хабарының қасымы оларақ 27 миллион рубле алды. Хабар Қырымда мескен құружылығына контракт үзілівде құружы шіркетлерінің біріні құружы малар кетірген екене шіркет шешмеге ярдым етмек үшін алынды. Шымдығы вақытта бұл инсан яқаланды. Бежірілген жинайы ішінің эпосы алары анық олына. В ноябре месяце мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Мной была назначена проверка антикоррупционным комитетом ряда направлений деятельности господина Казурина. Большинство материалов еще в ноябре-декабре месяце были переданы в МВД, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности России. То есть по результатам проверки этих материалов произошло задержание вчера. Инициатива эта была полностью в принципе озвучена мной. Я находился в контакте с руководителями силовых структур, проводили совместную работу. Последних фигурантов, которые в том числе обращались ко мне, заявителей по поводу того, что с них вымогают деньги, Следственный комитет я направлял буквально еще 2 недели назад в части документирования деятельности бывшего вице-премьера. Я уже говорил и в прошлом году, вы помните, на последней пресс-конференции, когда меня спрашивали по поводу борьбы коррупции, там закончено, я сказал, то есть ожидаются еще результаты. Я имел в виду, что работа в отношении господина Казурина велась уже на тот момент, и не только его, и ряда должностных лиц службы капстроительства. Соответственно, есть еще вопросы к отдельным должностным лицам. Уверяю, что процесс еще не закончен. Это не последнее в данном случае задержание. Я не могу тайну следствия раскрывать, но в любом случае уверяю вас, что ситуация находится под полным контролем. Бүгін Қырым Жумхуреті бойынша Русия Федерация Тақиқат комитетінің баш тақиқат идаресінің ребері Михаил Назаровның матбуат конференциясы олып кечті. Оның кетешатында 2016 сененің нәтижелері чықарылды. Бұндан ғары ең бұйық жинайетчиклер ақында сөз жүрсетілді. Бөлеліклен кечкен ел девамында 2700-ден зиеде жинайы иш açıldı. Декабрь 31 күніне 1,5 жинайы ішінің тақық әтіліп махкамеге юналынды. Бұнен берабер идаренің 2017 сенеге иш юналешлері ақында тариф еттілер. Бұйыл 2800-ден зияды жинайы иш қозғаттық. 1500 макемеле йолладық. Біз ішлер ачылывының севесінде 90%-ға юкселттік. Ақыр зарар көстерув, өлдірілув ішлері кечкен сене 90%-дан зияды олды. Ачылдық балларға тоқынып бойынша 97%-дан зияды. 15 февраль күні Русияде Афганистандан Совет ордулары чықарылуының 28 елығы қайт етілі. 10 елік Афган женкінің іштиракчылары өз женкавер достарыны қатырлап, Афганистанда вефат еткен қырымлыларыны андылар. Әмде Афганистанда вефат еткен қырым сакенлері адлы мемориалына чечеклер қойдылар. Бұл күнге бағышланған Қырым Девлет академик музыкалы театрінде тантаналы топлашув вебарам концерті олып кечті.
Совет ордуларының чықарылығы 1988 сене майыс 15-де башланды. Тамам о вақыт 1-6 полк Шимали вилаятлерден евге қайттылар. Амма 1988 сенесі ноябрь айында аскерлерін чықышы тоқтатылды. Совет бірлігінің ордулары Афганистан Джумхуриетіні тек 1989 сенесі февраль 15-де бүтінлі терк еттілер. Афган женкінде иштирак еткен аскерлерін хатыра күніне Русияде 2011 сенесі қайдеті башладылар. Афганистанда биңден зияде эляк олғанлар забитлер эмде бу вақия ақында хатырлатмақ үшін яны сан белгіленді. Біздің ватандашымыз Артур Мамутов қайдеті ки афган қараманлары ве ветеранлары арасында крым-татарлар да чоқ еді. Каждый год справляем здесь и постоянно проходим. Нас очень, крымских татар много очень. Если так взять по численности народа и по сколько афганцев, вот, больше 5000 было еще при Украине, вот когда. Ну, если так собрать всех, у нас 1200 есть. Дешетле векқан төкүджі Афган женкінің 10 елы девамында Совет бірлігі 15 бенге яқын аскерлеріні ғайып етті. Ресми статистика бойынша яралану в контузия вечешет түрлі қазаларыны 53 беңден зияды инсан алдылар. Афганистан сәкенлері де чоқ ғайып олдылар. Бұл вазиет бойынша ресми статистика шындыге же yok. Амма ось афганлылар өзлері айтқанына көре арби әрекетлер олғанда құршынлардан, веснарятлардан, беңлерден ватандашларымыз вефат етті. Чоқусылары білгісіз ғайып олдылар. Бұл Хатыра күніне бағышланған тантаналы топлашуының ве байрам концертінің кечешатында Крым Джумхуриетінің башы Сергей Аксенов ветеранлар өгінде чықышта болынды. Ең esas вазифеміз яраланған ветеранларға диққат ве қайғыру айырмақ деп қайдетті. Необходимо проявить к этим людям особое внимание. Проявить внимание, заботу и уважение к семьям этих людей, к родным и близким, которые вырастили замечательных сыновей, мужей и тех, кто действительно сегодня вспоминает их со слезами на глазах. Вечная память, Царство Небесное всем, кто погиб, и почет, уважение и слова благодарности тем, кто сегодня живет, здравствует, долгих лет вам жизни. Спасибо вам за все, и так, чтобы нам действительно приходилось как можно меньше терять наших молодых ребят вот в таких конфликтах. Хатырлав күні арфесінде біздің телевизион тақымымыз Ақяр Қараман шәріне ел алды. Анда біздің ватандашларымызға Афганистанда иштирак еткен ветеранларға 46-й орта тәсіл мектебінің талебелері байрам мерасимini азырладылар. Ватан қорчалайчылары үшін ezberden шерлер оқылды, тешекүрлер білдірілді. Афган женкінің ветераны Рифат Ибраимов тариф етеки атты ең қиын вақытлары ватаны ақында ұнытмайды. Рифат Бей ось дембел альбомыны көстерді. Обыр фодаға айры диққат айырды. Анда о Крым татарлар ве башқа милет векілерінен Крым татар қайтарма ойыныны ойнайлар. Женк ветераны қайдетеки женк дешетлі олғанына бақмадан милли Крым татар музыкасы әрдайым оның жаныны қуандыра еді. Рифат аға Русияде женк ветеранлары ұнытылмағаны үшін ве яш несіліні милетлер ара мұнасибетлері шарайтынде тербиелегені үшін тешекүрлер білдірді. Емде яш несіл башындан женк вақияларыны ешбір вақыт кечірмегенini істей. Наши дети, наши внуки, наши правнуки, уже 35 лет прошло. Вот я сегодня был в школе, 46-й, где мои дети учились. Моя дочка начинала с 1 класса, закончила школу, мой сын закончил эту же школу. Я благодарен учителям, преподавателям, которые учили. У нас никогда не было национальных вопросов в этой школе. Все относились друг к другу полными понятиями. Были мы в этой 46-й школе, и дети сделали нам такой праздник. Показали наши кадры, показали наши воспоминания. Честно говоря, перед ними выступая, у меня были слезы на глазах. Теминдар Мамбетов Афганистандан эндер сержант унванынен қайтты. Қызметте о механик олып çalışты. Женк дешетлігіні, шарайтсізлігіні, ведостларының эляк олывыны башындан кечірді. Оғлыны беклеген ананын сачлары чаларды. Теминдар Мамбетов женк шарайтлерінде бір вақыт көздеш төкмесем де анамы көргенден танып оламадым. О күнлеріні хатырлап қызметчілер арасында аны неге чевірілген адет ақта тариф етті. Бір тақым дембелге кеткенде ескі гитараны вейір метаныны қалдырайды. Бу ерні эркес білеве ерлайды. Ну что ж, ребята, нальем бокалы за тех парней, кто отдал жизнь во имя счастья чужих людей, кто не увидел за цинком гроба родную мать, за тех парней, кому осталось в земле лежать.
Bundan gayrı bizim vatandaşlarımız Afgan cenkinin veteranları için internet portal yaratma hayasını teklif ettiler. Anda olar memleketin çeşit regionlarından bir-birlerini tapıp konuşabilirler. Sultaniye Sitakayeva, Sani Bibullayev, Ramazan Alivapov, Ruslan Хохлов, Millet için. Bugün belli oldu ki mart 15 günü Akmejit rayonu Кезлев, Судах ve Ялта şehirleri reyestrге kırsatilgen insanlarga toprak damartaları verilecek. Toprak komissiya çerçevesinde belgilendi. Bu haqda bugün Kırım Cumhuriyeti'nin meydanında mesken kuruluv toprak damartalarının Kurçalaf ve amelge keçiriluv boyunca көрüşүвінде belgilendi. Bu tedbir Devlet Militer Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov'un rehberliginde geçirildi. Belediye teşkilatlarının vekilleri becerilgen iş akta sözürsettiler. Belli oldu ki Kırım'ın paytahtında 725 toprak damartısı verilecek. Ahmedjit rayonunda ise 2000'den ziyade. Toprak ayrılığı boyunca vesikalar endi hazır. В рамках двух муниципальных образований, это Чистинский и Трудовской сельский совет, имеется общей сложностью 1695 земельных участков для удовлетворения потребностей льготной категории граждан. В разрезе населенных пунктов это 170 участков в селе Ивановке, в районе села Камышинка 939 земельных участков, в районе села Новозброевка 385 и села Трудолюбова 201. Kırım Cumhuriyet Mülkiyet ve Toprak Münasebetler Nazirinin muavini Nikita Garanin'in sözlerine göre Mirna yani Saraylı Kıyat koyunda 3415 insan mesken kuruluvu için toprak damartılarını elde edecekler. Мы на данный момент имеем от Мирнского сельского поселения дополнительно поступившие списки на 720 человек. Значит, в отношении этих списков, эти списки будут распределены между оставшимися земельными участками в массиве 593 гектара. Там у нас осталось 308 земельных участков не распределенных. И оставшиеся граждане будут распределены на новый массив 47 гектар, на который сейчас Министерством строительства также подготовлен проект межевания территории, утвержден, и мы ожидаем официального поступления в наш адрес вот в ближайшее время, я думаю, там в ближайшую неделю. Судак şehir memuriyet yolbaşçısının muavini Svetlana Savchenko kaydetkenine göre Kutla Kapskor köylerinde şehir kuruculuk vesikaları hazırlandı. Tokluk köyünde toprak damartılar берилевінің birinci nevbeti көзде tutula. Мы планируем до конца марта принять решение о распределении этих земельных участков по всем трем массивам, которые я озвучила. У нас есть возможность предоставить 346 земельных участков. Очередь, конечно, у нас сформирована значительно больше. Следующее предоставление возможно только после утверждения генерального плана города Судака. Bundan gayrı hakimiyet vekilinin sözlerine göre ağımdaki yılın sonuna acı topraklarının ikinci yarısı paylaştırılacak. Bu ilelikten Sudak'ın 700'den ziyade sakini toprak sahipleri olacaklar. Кезлевде de toprak ayrılığı közde tutula. Кезлев'nin 220 sakini bu cedvelge көрсетілecek. Ялта şehrinde ise toprak берилеvi suali açık kala. Bu al şehrinin general planı eskirgeni ile bağlı. Şimdi yanı plan işlep çıkarılmakta. Zaur Smirnov toplaştığının neticelerini çıkararak kaydetti ki municipal teşkilatlar ile işbirlik maksuldar şekilde alıp barıla. Сегодня первое в этом году заседание земельной комиссии. Мы получили поручение главы республики, чтобы в течение этого года полностью решить все вопросы с обеспечением земельными участками тех граждан, которые находятся в реестре. Сегодня это граждане, которые проживают в Симферополе, в Симферопольском районе, муниципальное образование Ялта, Судак, Евпатория. И мы сегодня определили, что разработаем дорожные карты по каждому муниципальному образованию. В принципе, динамика выделения земельных участков, она удовлетворительная. И мы идем по тем графикам, которые намечали ранее. И сегодня, исходя из той информации, которая получена и от Министерства имущественных отношений, и от муниципальных образований, до конца текущего года поручение главы мы, конечно, выполним. Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, Millet için. Бүгін Акмежитнің Грес қасапасында 5 қатлы evde патлав yüz берді. Нәтижеде бір қадын елі қолды, да екі инсан хастаханеге оғырады. Вақия yüz берген ерде біздің телевизион тақымымыз да болынды. Bu vakayаны өз көзінен көрген Ильяна Малаван айта ки, патлав нәтижесінде пенжере жамлары 15 метрге аттырылды. Патлавдан сон янгын yüz берді. Ша толған Илья ярдым көстермеге ашықты. Мы зашли в подъезд,
поднялись в квартиру. Біз одамызға көтеріліп, тез-тез ашханеге кіріп, андан қадынны чықармаға тырыштық. Амма атеш пек балабан еді. Уапа янып башлады. Ләкин да сақ еді. Біз қомышыларға кіріп, андан оңа суп сепмеге башладық. Атешні сондырген сон одаға кіріп олдық. Амма қадын өлген еді. Февкуледе вазиет назирлігінің хадимлері білдіргеніне көре, оларға хабер саба сатунларда келді. Қаза олған ерге уч янгын хортарыжы қызмет арабалары yol aldı. Evvelden patlav gaz donatmalarının bağlı degen fikir peyda oldu. Sonra ise Boyev'nin bir sakini yapkan iş olğanı belli oldu. Alexey Nazrachev'nin anası patlav neticesinde vefat etti. Onun babası ve ağası şimdi ağır halda reanimasyada bulunalar. Ölgen kadının uyken oğlu kazada xabatlı olabilir deyler. Старший брат принес какую-то емкость. Бұйық ағам белі олмаған сабутны кетірді, о патлады. Газ хаземлері білдіргеніне көре бұ газ дегіл, бұзықлар жоқ. Менің ағам екінші группа сақаты, о шизофрения хасталықтан чекіші. Қырым Cumhuriyet Baş Tehqiqat İdarenin matbuat hizmeti bildirgenine göre teşkürü olacak. Sonra ise xabatlılar cezan alacaklar. Safiye Şukurova, Safiye Ganiyeva, Ruslan Xaxlov, Millet üçün. Ахмеждит районында дешетлі қаза юз берді. Аджи қал қою янында Бақчысарай Ахмеждит трассасы янында Volkswagen транспортер ве Hyundai арабасы урылды. Евелки малыматларға көре қаза ава бозылған себебінден юз берді. Бұ ерде ГИБДД хадимлері чалышалар, шатлар айтқанына көре yol нақлие қазасы нәтижесінде 2 адам елек oldu. Бүгін ағыр ве девамлы хасталықтан сон 82 яшындан Диляра Мухтеремова Қырым-Татар милли арекет иштиракчысы вефат етті. 80-нче сенелерінің сонында ватанға авдет олынған бүтін халқымызнен берабер Диляра ханым өз башындан чоқ сынавлар кечірді. Ләкин өмірінің сонки күнлеріне же милетінің кележегіні қайғырып яшады. Диляра ханым иле ведалашмақ үшін оның туғанлары, көйдешлері, достлары ве танышлары келділер. Диляра ханымны хатырлап, о дайым аттык вежесюр хадын еді дейлер. Ватанға авдет олынған сон о милетнен бірге чоқтан чоқ қиынлықлардан кечті. Диляра Мухтеремова 2 оғыланларының анасы, оларының бірісі Мустафа Мухтеремов. Шымды Москвада яшай. О Москвадаки Қырым-Татар жемиетінің рейсі бұ дешітлі хастылыға оғыраған сон біле, Диляра ханым өз көрешіні тоқтамайып девам етті. Сонки 12 ел девамында оңа бір чоқ амелиятлар кечірділер. Оның үшін bu күнде, bu acınlıklı günde bizim vazifemiz onun yanında olmaktır. Çünkü kaç yaşında olsa olsun insan anasını babasını kaybetti mi onun yüreğinden sanki bir parça üzülgen dayanıyorlar. Onun için yakınlar, eş dostlar, ağa kardeşler hepsi bu günde bir-birinin yanında olmak gerek. Maqsadkar ve hareketçen insan Dilara hanım ақында onun tuğhan ve dostları tamam böyle sözler aytalar. Muhteremovlarının xorantasını sabır telemek için cemiyetçiler toplandılar. Onun için mümeyet mastiyim. Balları ve ozu bir yetekçilik yapıp, cemaatçılık yapıp, vatanperverlik yapıp, vatan deyip canını berediler. Onun için deseniz bütün işlere karşıydı. Onun için men tileyim, endi bütün işi yaxşı olsun, Allah rahmet eylesin. Bir zamanda habletip boş laf etmezdi. Daim orası aytkan sправедливость, vetan için kayırgan bir apaydı. Men öyle bilem onu. Vetan degende canını vermeye hazırıydı. Ну, я эту женщину был в гостях, мы с Мустафой как-то приезжали в гости, и не раз я с ней встречался, так, ну, она была такая бойкая женщина, скажем, такая. Она ни секунды на месте не сидела, она все время в движении была. Гостеприимная очень. Вот. Ну, как обычная, простая женщина, как можно сказать. Обращаюсь ко всем близким, друзьям, Диляры ханум. И, как говорят у нас, Аллах рахмет ейлесин. Аминь. И вот я, вспоминая сегодня ее, могу сказать, что человек с таким большим сердцем, именно сильный как мужчина, сколько сделал в национальном движении. Ведь и Москва, и Кавказ, и Краснодарский край, и Крым, везде Диляра, везде Диляра, везде Диляра. И вот являясь членом Совета старейшин,
Она неоднократно ездила по каждому уголку в Крыму, чтобы оказать какое-то содействие, разобраться в каком-то тяжелом деле. Светлая ей память, и земля пусть ей будет. Алла рахметуллахи олсын. Bizim телеканалымыздың хадимлері де Мұхтеремовлар алиесіне терен тазиелеріні білдіре. Мухаммед Зикирия, Фасан Зивадинов, миллет үшін. Ариф Маметовлар айлесі 20 ел девамында вақтына же құрылған евде шарайтсыз яшамаға мечбурлар. Себебі құрылған евчік ресмелештірілмеген тамартада тура. Бұл вазиетні біздің мұхберіміз Султания Ситакаева анламаға тырышты. Эсфира Ариф Маметова ось айлесі еле 1998 сенесі Өзбекистандан Қырымға көчіп келді. Ватанда эв алмаға паралары етішмегені себебінден Сарабыз қасабасында барақларда ерлешмеге мечбур еділер. Шу вақыттан берле Эсфира қартана эко одалы временкада яшай. Мында яшамақ үшін шарайтлер yok. Енді мен не намаз етіп болам, не абдес алып болам, суық, не бір şey yok. Эсфира Ариф Маметованың қызы Фатиме Читак ақайындан айрылған сон эко оғлының анасының янына көчіп келем. Ойта ки, бұл временканың дамы ақа табаны семеттен су ве газ yok. Прописка олынмақның да чаресі yok. Мен анамнен век, баламнен природада яшайық. Мұнда жаймыз, юғынамыз ве юқлаймыз. Евде собаны яқмақта оның сүжағы бөленмей чүнки табанлар бетонлы. Яғмур яқса дамдан суваға. Фатиме Читак қайды теки весиқаларны ресмилештіргенде чоқ меселелер пейда ола. Чүнки барақның техник планында олар яшаған временка yok. Когда я уже стала обращаться, пошла по совету. Мен кой шурасына евны ресмилештірмек үшін мұрачат еткенде, менден насыл етіп бұ временкаға түштіңіз деп сорадылар. Біз мұнда бір шей құрмадық, текеке одалы временкаға кіріп яшадық. Бұ временканың керекли весихалары бір шей yok. Сарабыз кой мемуриетінің башы Игорь Чичкин білдірді. Фатиме Читак мемуриетке кечкен сене оз меселесінен мұрачат етті. Комиссия тізілді ве бұ айленің вазиеті огренілді. Фатиме Читак айлесіне яшайыш меткен шарайтлеріні эйлештірмек керек деген қарар чықарылды. Значит, два у нас получается пути. Бу вазиетте дамарданы ресмилештірмек керекміз. Біз өз тарафымыздан бу евні қазайы алда болынғаныны тыныжамыз. Қазайы мескен программасына қошачақмыз. Екінші вариант істен нефбетте тұрып квартира ала білелер. Ама бу меселе тезден алетермейджек. Чүнки нефбетте 100 селеден зияды инсан тура. Айленің келечегі насыл олажағы шымдылық белі дегіл. Ама Ариф Маметовлар айлесі ос евлерінің сайыбы олмаға умет етелер. Біз ос нефбетімізде бу вазиетні незарет етежекміз. Султания Ситакаева, Алишер Алимов, Дмитрий Низовой, миллет үшін. Қарасу базар районын бақча елі сакенлері көйде ағыр вазиет пейда олғаны себебінден бізге мұражат еттілер. Сакенлер екене көчу Қарасу өзеніне Черкев сувлары ақызылғанына шикает еттілер. Бұл меселені огренмек үшін біздің мұхберіміз София Шукурова yol алды. Бақча елі көйден күчік Қарасу өзені кече ерлі сәкенлер кеченлері бұл өзен пек теміз әді деп қатырлайлар. Ама енді 15 жылдан берлі дренаж елі өзенге Черкев сувлары ақылы. Ерлі сәкен Сергей Щербацевичнің сөзлеріне көре 80-нчі сенелері мұнда күчік темеслежі иншаатлар бар еді. Оларға 2 бина бала бақча ве мектеп бағлы еді. Сондыра 90-нчі сенелерде да 12 квартиралы эв қошылды. 2000-нчі сенелерінде темеслежі иншаатлар ішлеріні тоқтаттылар. Все, что было металлическое. Демір қапақларыны металлолымға берділер. Сон олар чөплікнен толып ос ешіні бежермей қалдылар. Бұтын сасы сувлар доғрудан доғры өзенге түшелер. Мында 200 метр ұзынлықта сувлар дұрылып қала. Олардың тік яғмурлар ядақар сувы алып кете. Бақча елі амбулаторияның фельдшері Валентина Ушакова бұл көйде 20 елдан зейде яшай. Ойта ки бұл меселе бойынша олар енді әрбір инстанцияға мұражат еттілер. Ама ешбір ерден ярдым көстерелмей. Как лето пройти. Язда мында кечмек чаре yok. Мында көпірчік бар. Оның ярдымынен балалар мектепке, бала бақчаға қатнайлар. Кечкенлер нефес алғанда бұғылалар. Пенжерені açмаға оламайық. Сасықлық боға. Әркезге мұражат еттік. Яздық, файда yok. Біз бір кімсеге керекмейміз. Айны бұл меселе бойынша біз бақча елі кой шурасының рейсіне Светлана Латышқа мұражат еттік. На балансе Біздің кой шурамыздың балансында бұл канализация системалар кірмейлер. Темізлік иншаатлары мұнда асылында çalışмай. Мен тек 4 ай девамында çalışам ве бұл меселенен яқынже таныш олачам.
Шымды сәкенлер экология вет табиат сақлав назирлігіне текрар мұрачат етмеге планлаштыралар. Русия Федерациясында 2017 сенесі экология йылы деп тайынленді. Оның үшін сәкенлер үміті тейлер ки, бақча елі көйінің бұл меселесі дихатсыз қалмас. София Шукурова, Энвер Аблязиз, Миллет үшін. Бүгін истифарға чыққан полковник курс көрешінің іштиракчысы Решат Садрединов 95 яшыны толдырды. Бақчысарайның шәрифлі сакені Улу Ватан женкі іштиракчысыны қайырламақ үшін тек көйдішлер мектеп ве колледж тәлебелерінден ғара Бақчысарай район шурасының рейесі Рифат Дердаров келділер. Біздің телевизион тақымымыз да тантананың шаты олды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулилля раббил алемин. Ир-Рахманир-Рахим, Малики Яумидин, Ияки набуду, Ияки настаин, Игдина сратал мустақим. Решат Қарбаба Садрединов Ақяр зенит топлар оқув юртының мезуны. Белгород, Орел, Киев шерлерінің азат етуінде іштирак еткен. Нәтижеде Қызыл Йылдыз ордені ile тағдырленді. Ол Лехистан, Мажаристан ве Чехословакияны кечті. Решат Қарбаба 1945 сенеге қадар көрешлерді іштирак етті. Жектен батарея командиры ве капитан унванында қайтты. Так, 13 мемлекеттен болдық. Оле етіп, Берлинге жек барып, қайтып, 46 сенесі қайтып келдік. Неге демобилизация болдық, Беговатқа түштік. Келінерге, мен неме 20 дәне демек торыжы көрмейінше, сіз беклемеңіз, о дүнияға мен кетмем, немен ол етіп нетемен. Решат Қарбаба Улу Ватан женкірін эки ордені ile мүкафатланды. Оның жесарет үшін ве арби қызметлері үшін медальлері де бар. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Очень приятно. Это вам телеграмму передал. Спасибо. Ватанға қайтқан сон Решат Садрединов Qorantасы ile Бақчысарайда ерлешті. Бүгін бұл инсанның үч баласы 5 торыны ве 9 торындан торын бар. Олар епісі оны себеп саялар ве үрмет етелер. Айталар ки бұл еле бабалары ве қардобалары олғаны ile қорырланалар. Балалықтан бізде бек яқшы тербия берді. Бүтін балалары институт бітіріп, Ожа болып çalıştılar, инженер болып çalıştılar. Мына бүгінде епсі сау сәлеметлер, мына келдік бабамыздың юбилейін қаршылама. Бабамызға ұзақ ғұмыр, саулық сәлеметлік, торынларын, торынчаларын ферасын көрмеге Алла қысмет етсін. Опек яқшы баба, опек яқшы қар баба. Оннан өрнек алмаға мүмкін торынлардан, балалардан, қоншылардан, сойсофлардан, достлардан опек үрметлі бір адам. Бақчысарайда. Бақчысарай оны епсі біле. Өзіңіз де бүгін көрдіңіз, оны үрметін, на қадар үрмет олғанын. Оның үшін біз бек оны үрмет етіп, севеміз, пек балабан аблек тантаналы, аблек күнер ола. Ел оны ондай чоқ адам келе, чоқ адам етібар еті, оны чоқ адам қайырлай. Бүгін бек балабан Қуванч, бабам доған күні. 95 яшын толдырап мен бабам. Аллауға саулық, мәбетлік. Çok yıllar da yaşama Allah versin. Бақчысарай район шурасының рейесі Рифат Дердаров қайдеті ки Решат Қарбаба эфсаневи инсан. Этот человек – это легенда крымско-татарского народа и человек, о котором можно гордиться. Вы обратите внимание, да, в 95 лет в здравом уме он вспоминает время войны, он вспоминает время после войны. Это же действительно, да, вот такой путь прошел и вернулся на родину. Столько детей, столько внуков у него. Конечно, мы будем постоянно сюда приезжать. И хотелось пожелать ему, чтобы был также примером и в долголетии. Бүгін Бақчысарай сәкенінің евінде güzel тілеклер, шиірлер ве қайырлавлар яңғырады. Қайдетмек керек ки, оның янында яқынлары ве сой соплары. Ве бұ ақиқи бақтырды Решат Садрединов. Біз есе озневбетімізде Решат Қарбабаға илеріде де аят север ве тендеруст инсан оларақ қалмақны тілейміз. Гульнара Каримова, Энвер Аблязиз, Миллет үшін. Шымдылық бұл эпісі малюмат олып кечкен вақалар ақында дайыма хабердар олыңыз векележек хаберлер информацион программасыны саат 20:30-да Нариман Тарсинова или қачырманыз. Көрішмек көздіре сағылықнен қалыңыз.